Әйелдеріңнің ең жақсысы салихалы, күйеуіне адал болғандары. Ең жақсы әйелдер олар сондай, қарағанда көңілің толады, бір нәрсе айтсаң бой сұнады, сенің жоқтығыңда өзін әрі сенің мүлкіңді сақтай біледі. Шын мәнінде сол әйелдің істеген жақсы ісі үшін Аллах оны жаннатқа кіргізіп, тозақ отынан аман сақтайды. Салихалы әйел ізгі амал істемейтін 1000 еркектен хайырлы. Мына дүниенің жалғандығы ол өткінші бір өмір ғана. Өткінші өмірдегі қолдануға берілген жақсылық ол жақсы әйел. Менің үмметімнің ең жақсы әйелдері күйеулеріне сәлемі түзу және қанағатшылдары. Сендердің ең жақсы әйелдерің дүниеге бала әкеліп, қамқоршы болғандары, Аллахқа нық сеніммен иман келтіргендері. Әйелдердің еркектерден артықшылығы Аллах оларды сезімтал етіп жаратқан. Сен күлімсіреп ұлыңа қарасаң, саған жақсылық жазылады, ал күлімсіреп қызыңа қарасаң, саған сый-сияпат жазылады. Ендеше тәрбие беруді қыздан бастаңдар. Негізінде Аллах үшін олар өте жұмсақ. Сендердің ең жақсыларың әйеліне және қыздарына жақсы қарайтындарың. Егер әйел күйеуіне Аллах саған береке берсін десе, оның күнәлары кешіріледі. Ал егер ол күйеуіне кішкене ғана ашуланса, Аллах оның жақсы сауапты істері үшін жазылған сый-сияпаттарды өшіреді. Әйеліне сабырлық еткені үшін күйеуі кешіріледі. Мінезі жақсы адамның иманы берік болады. Сендердің ең жақсыларың әйелімен жақсы мәміле қылушыларың. Аллах өз жұбайына адал, бөтен еркектерге қорғандай қатты болған әйелдерді жақсы көреді. Аллах әйелдерге ұмтылыс, ал еркектерге жихадты берді. Сол үшін сыйлыққа ие болатынын біліп сабырлық еткен әйелге шахидке берілген сыйлық беріледі. Әйеліне көмек беру ізгі амалдардан. Әйел әлсіз, қорғансыз адам. Ол көшеге шыққан уақытта шайтан оны шалуға тырысады. Әрбіріңнің үй тірлігімен айналысуың Аллах жолындағы жихадты береді. Бұзақы әйелдің жаман іске баруы 1000 еркектің жаман іске баруымен тең. Бір әйелдің ізгі салих амал істеуі 70 ізгі адамның ісіне тең. Әйел адам қисық қабырға секілді, оны түзетемін деп сындырып аласың. Ал егер өз жайына қалдырсаң, өз болмысына сай істермен рахатқа бөленесің. Оның жаман қылықтары болған күнде де. Әйел ер кісінің екінші жартысы. Ең жақсы балалар нәзік, мейірімді, қымбатты, игі қыздар. Қыздарыңызға ашуланып ренжімеңіздер, өйткені олар қымбатты, мейірімді. Аллах тағала өз қыздарына сабырлық еткен, әрі осы үшін сияпатқа ие болатынын білетін адамды жақсы көреді. Егер бір адамның 3 қызы болса, оларды киіндіріп, қамқорлық етіп, тамақтандырып, оларға сабырлық етсе, қыздары қиямет күні тозақ отынан сақталуына себепші болады. Салихалы әйел ол аз төлемді кешіріп, бірінші нәрестесі қыз болады. Әйелге игілік, салихалық берілгеннің белгісі оның тұңғышының қыз болуы. Себебі Аллах былай дейді: егер қаласа біреуге қыз береді, қаласа ұл береді. Әйелдер әлсіз, қорғансыз етіп жаратылған. Үйде олардың қорғансыздығын білдірмеңдер. Әлсіздігін үнсіздікпен жеңе біліңдер. Дөрекілік көрсетпеңіздер.
Ізгі еркектің ізгі әйелі патшаның басындағы әшекейленген алтын тәжіндей, ізгі еркектің күнәһар әйелі қартайған адамның арқасындағы ауыр жүк секілді. Аяғы ауыр әйелдер дүниеге бала әкеліп, әрі балаларға қамқор, күйеуіне адал, айтқанын неге етпейтін, намазын өз уақытында оқса, барар жері жәннат болады. Құрсақ көтерген әйел бала босанып, әрі нәрестені емізгендігі үшін Аллах жолындағы сарбаздай болады. Егер осы уақытқа дүние салса, шәһидтің дәрежесіндей дәрежеге ие болады. Күйеуі разы болған мұсылман әйел дүние салса, жәннаттық болады. Егер мұсылман жүректі, тілі тек қана Аллахты зікір ететін, шыдамды, яғни денесімен ауыртпашылық көтере алатын болса, әрі денесімен күйеуінің мүлкімен сауда етпейтін әйелі болса, онда ол екі дүниенің жақсылығына да ие болады. Сендердің ең жақсы әйелдерің дүниеге бала әкеліп қамқоршы болғандары, Аллахқа нық сеніммен иман келтіргендері, ал ең жаман әйелдерің жартылай жалаңаш киініп менмендігі асып тұрғандар. Екі жүзді бетпақ әйелдер еш уақытта жаннатқа кірмейді. Салихалы ізгі әйелдер ақ қарға секілді өте аз болады. Бала туатын әйелдер бала тумайтын сұлу әйелден артық. Сендер көбейген уақытта қайтыс болған шала жансар баланың өзі де жәннаттың есіктеріне келеді. Егер әйел күйеуіне Аллах саған береке берсін десе, оның күнәлары кешіреді. Ал егер күйеуінің кішкене ғана ісіне ашуланса, Аллах оның жақсы сауапты істері үшін жазылған сый-сияпаттарды өшіреді. Әйеліне сабырлық еткен үшін күйеуі кешіріледі. Салиқалы әйел басқа әйелдерден бір аяғында ақ белгісі бар қарға секілді ерекше болады. Ақылды әйелдерге үйленіңдер, себебі олардың ауыздары тәтті, құрсақтары таза, олар аз нәрсеге қанағатшыл. Әйелдер үш түрлі болады. Ыдыс секілді көтеріп қайта қоядығын, терісі ауыратын түйе секілді, және мейірімді, бала туатын, иманын мықтылау үшін күйеуіне көмек беретін. Бұндай әйел еркек үшін қазынадан да қайырлы. Ата-аналарыңмен жақсы қарым-қатынас жасаңдар, сол жақсылықты балаларыңнан көресіңдер. Әйелдеріңе таза болыңдар, сонда олар да сендерге адал болады.